Марқозының яссыға келу. Қожаның атақ-даңқы дүниенің төрт бұрышына жайылған сол кезде Яссы қаласынан 4 шәкірт ілім алу мақсатымен Хорезм өңіріндегі Үргеніш қаласына барады. Имам Марқозы Үргеніш қаласының әйгілі ғалым оқытушысы еді. Оқушылар әрине содан дәріс алуға бел байлайды. Имам жаңа келген оқушылардың яссылық екендерін білген кезде олардан: "Ол жерде Қожа Ахмет Яссауи шариғатқа қайшы әрекет қылып жүр екен" деп естідік. "Бұл шын ба, өтірік пе, негізді ме, негізсіз бе?" деп сұрайды. Жас оқушылар бұл қиын сұраққа жауап беруге қиналатындықтарын, бұл жөнінде ештеңе білмейтіндіктерін, бірақ қожаның шариғатшыл екендігін және 12 мың соңына ерген сопысының бар екендігін айтты. Күдігін қанағаттандыра алмаған имам өзі барып істің қанығына көз жеткізбекші болды. "Мен осы уақытқа дейін 12 мың мәселені жатқа білем. Бұл істі барып өз көзіммен көріп анық қанығына жетемін" дейді. Қасына 400-ден астам данышпаны мен 40 мүфтиін ертіп алып жолға шығады. Олар жолаушылап келе жатқанда Қожа Ахмет Яссауи Алланың жәрдемімен алдын ала хабардар болады да бірінші халифасы Сопы данышмандқа бұйрық береді: "Қарап кел, бізге көкшеліктен не келе жатыр екен" дейді. Сопы имам Марқозының 3000 мәселесімен келе жатқанын хабарлайды. Бұдан кейін шайқының әмірімен Сопы данышманд ол мәселелердің мыңын имамның есінен өшіріп тастайды. Содан кейін Сүлеймен атадан дәл сондай сұрақ сұрайды. Ол да хорезмдік имам Марқозының 3000 мәселесімен келе жатқанын естіген кезде олардың мыңының өшіп қалғандығын, енді 2000 мәселемен келе жатқандығын айтады. Қожа Ахмет Яссауи оған да 1000 мәселені өшір деп әмір береді. Ол да сөйтіп 1000 мәселені санасынан өшіріп тастайды. Осылайша имам Яссауиға келген кезде оның есінде тек қана 1000 мәселе қалған еді. Имам Марқозы қожаны сыртында теріс киілген ескі күртеше, басында қой терісіне жасалған қара қалпағымен көргенде Алланың құлдарын жолдан тайдырып жүрген сенбісің деп сұрайды. Қожа Ахмет ешқандай ашуланбастан әзірше 3 күн қонақ болуын, содан кейін әңгімелесе жататынын айтады. 3 күннен кейін ортаға мінбе қояды. Имам мінбеге шығады. Шайқы хакім атаға қалған 1000 мәселені де өшіріп таста деп әмір береді. Имам Марқозы мінбеге шыққан кезде ойына мәселелердің біреуі де түспейді. Дәптерлерін парақтап аша бастайды. Барлық беті аппақ екенін көреді. Содан кейін қателігін түсініп мінбеден түседі. Шайқыдан кешірім сұрап, барлық данышпандары мен мүфтилерін оның қолына алады. 5 жыл қылуетханада өмір сүріп, 40 күн көпшіліктен бөлек оңаша өмір сүріп, нәпсілерін тыйып, дүние ләззаттарынан бой тарту арқылы тазаланады. Ақырында Қожа Ахмет Яссауи оны басқа 5 халифасымен бірге Хорасан халқын исламға шақырып тәрбиелеу үшін жібереді. Олар шайқы Бағдади, Сайфиддинул Бахарзи, шайқы Кемалуш Шайбани, шайқы Сададдин, шайқы Бахауиддин.